Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиын дегеніміз не? Сабақтың мақсаты жиын ұғымымен және элементтермен таныстыру, әртүрлі заттарды жиынға біріктіру ұғымын қалыптастыру, жиын элементтерін бөле білуге жаттықтыру. Балалар, сіздер бүгінгі сабақта жиын ұғымымен танысасыздар. Жиынның элементтерін білетін боласыздар. Бүгінгі сабағымыздағы тірек сөздер: жиын және элемент сөздері. Жиын ұғымында бос жиын, яғни бірде-бір элементі жоқ жиында болады. Жиын дегеніміз не, балалар? Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин. Бұлар жемістер жиыны болып табылады. Жиынды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Мысалы, кесе ыдыстар жиынтығы, бір құшақ гүлдер жиынтығы, шағала құсы құстар жиынтығы, ат жылқылар жиынтығы. Заттардың ортақ белгілері, олар жануарлар жиынына жатады. Математикада оларды жиын элементтері деп атайды. Мысалы, жануарлар жиынына келесі элементтер жатады: қоян, түлкі, мысық, аю, жылқы, барыс және ит. Ал бүркіт бұл жиынның элементіне жатпайды. Балалар, бірінші тапсырма: табиғаттағы жиындардың элементтерін ата. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Әрине, ағаштар жиыны. Бұларға қандай ағаштар жатады? Шырша, қарағай, емен, қайың. Екінші суреттегі қандай жиынды көріп тұрмыз? Әрине, балалар, гүлдер жиыны. Қандай гүлдер бар екен? Көк гүл, ақ гүл, сары гүл, қызыл гүл. Жарайсыздар. Үшінші суретте қандай жиынды көріп тұрмыз? Бунақ денелер жиынын көріп тұрмыз. Оларға инелік, көбелек, қоңыз жатады екен. Бұлар яғни жиындардың элементтері болып табылады. Элементтер ұғымы. Мына элементтер қай жиынға жатады? Қарлығаш құсы, терек, көбелек, өрік. Бұлар қай жиынға жатады, балалар? Екінші тапсырма: шығарып көр. Әр жиындағы артық элементті тап. Балалар, қандай жиындар шығады? А. Балалар жиыны мен ересектер жиын біріктірсе, қандай жиын шығады? Ә. Сынып оқушылары жиынынан қыздар жиынын алып тастаса, қандай жиын шығады? Ойланып көр. Келесі орындап көр. Отбасыңның мүшелерін ата. Олар жиын құрай ала ма? Неге? Отбасы жиынына достарың жата ма? Келесі дәптермен жұмыс. Математика дәптерлеріңіздегі 103-ші жұмыс парағын ашып, жиындарды тап және қарындашпен белгіле, жиындарды толықтыр деген тапсырмаларды орындаймыз. Үйге тапсырма: мына элементтерден қандай жиын құралады? Орындықтар, шкафтар, парталар, үстелдер. Көктем айлары жиынының элементтерін ата.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.